Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов ауылы мінекей. Ар жағында Ақкөл Сақбозы. Осы екі ортаға осыдан 2-3 жыл бұрын Ресей үкіметі арендаға ракетаның құлауына, протон зымырандарына құлауға қанша жылға алғанын білмейміз. Қағаз жүзінде оны халыққа айтпайды ғой үкімет. Соны зымыран тасығыш, протон таситын жаңағы қалдықтары құлайды осы Торғай жеріне. Қаншама ракеталар құлап жатыр қалдықтары. Оның бәрі саясат, айтуға қорқады. Кезінде екі Сақбоздың адамдары 100% қарсы болды. Бірақ үкімет тарапынан жеке-жеке шақырып алып, қысым жасап, сондай немен өзінің құйтырқы саясаттарын іске асырып, ақыры қол қойдыртты. Ракета құлап жатыр 2 жылдан бері. Қазір соғыс басталған, шамалы тынышталған сияқты. Украина мен Ресейдің соғысына байланысты. Бірақ осы ракетаның қаншама зияны, бір тамшысының өзі, бір гептилдің бір тамшысының өзі 500 метр дулайды. Ол қаншама тонна, мысалы. Осынан радиация қаншама құлап жатыр. Киіктер қырылып жатыр. Алдыңғы жылдары киіктер қырылып қалды. Малдар қырылып нетіп жатыр. Адамдардың онкологиясы, ауруы көбейген. Оның бәрін біздің Қазақстанда медицина әлсіз, Ресейге тәуелді болғаннан кейін біздің үкімет ештеме айта алмайды. Біздің бүкіл қазақ елін жығып берген сияқты болып отыр ғой. Санкция беруге шетелдің ескертіп жатыр, сонда да қарап жатқан жоқ. Ресейге көмектесудің тәсілдері. Енді осы қанша жылға созылатыны белгісіз. Ракета осылай құлай беретін болса, ауылда екі Сақбозда, мінекей Ақкөл Сақбозы мен Ахмет Байтұрсынов Сақбозында қаншама адам өмірлері қысқарып жатыр. Малдар мысалы аузынан ақ көбік ағып құлайды, ауырады, неше түрлі аурулар, белгісіз аурулар пайда болады. Әйтеуір мал болғаны мал болады, мал болмағанын өліп қалып жатыр. Киіктер өсті қазір, қаншама киіктер өсті. Солар киіктер де мысалы ертең қырылады. Оны айтпайды, бәрі құпия түрде қала береді. Осының бәрін егерде Қазақстан еліміз өркениетті дамысын десеңіздер, балалардың, ұрпақтарымыздың болашақтары жарқын болып, демократиялық ел боламыз десеңдер, әр қазақ ат салысу керек. Қазіргі 2023 жыл 18 сәуір мінекей Ахмет Байтұрсынов ауылы, Қостанай облысы Жангелдин ауданы. Осы ауыл, Ахмет Байтұрсынов ауылы. Ар жағында Ақкөл Сақбозы бар, осы жерден турасынан салғанда 7-8 километр болады, 7-8 шақырым. Бірақ мынау судың тасуына байланысты Ақкөлді айналып келеді 60 шақырым. Бейнетпен сорлап өздері халық өздерінің күштерімен Торғайға қатынайды солай ауданға. Енді биыл Ахмет Байтұрсынов атамыздың 150 жылдығы болды. Оның өзі аталған жоқ. Жағалай өрт шығып тоқтап тастады. Бұл бүкіл түркі әлеміне белгілі кісіні 150 жылдығын Қазақстан үкіметі атай алмау өте ұят нәрсе. Қаншама дайындық болды, қаншама банкротство. Бұл жалғыз Қостанай облысында емес, басқа жерлерінде де өрт шықты. Бұл өртті қолдан жасағаны ма, әлде кенеттен болған оқиға ма, жұмбақ, бірақ қолдан өртеп алған жерлерін ұстап алды ғой, белсенділер басқа облыстарда. Бұл опай жинау ма, Тоқаевқа. Енді мына бөгетті мінекей 22-ші жылы, былтыр 2022 жылы тендермен бір компания ұтып алған. Сол осыған бір тас қойған әнжеге, бір тонна цемент тасын де әкеп шамалы бірден істеген сияқты болған. Бөгет сол қалпында қалған мінекей, ештеместерін берген. Сол ауылдың өзінің адамдары бөгетте осылай қапшықпен бөгеп, үйтіп әйтеуір еңбектеніп келе жатыр бәлен жылдан бері. Енді осыған 22 миллион бөлінген. Осы 22 миллионның көп болса 200-300 мың кеткен шығар анаған. Жарайды 1 миллион кетті дейікші. Қалған 21 миллион қайда. Осыны қолға алуларын сұраймын, тендермен отқан компания.
кім болса да. Мынау енді әкімдерге, басқа жоғарыдан қарап отырған Қазақстан үкіметінің депутаттары болсын, басқалары болсын, құлақтарына алтын сырға. Осыны тезірек қолға алыңыздар. Мынау Ахмет Байтұрсынов ауылының тұрғындарының атынан мінекей видеообращение, ролик түсіріп жіберіп отырмын. Мен осы ауылдың тұрғыны Дәурен Сұлтанғали, Қостанай қаласынан келіп осында келіп түсіріп тұрмын. Егер де осы баяғы жартас, бір жартас болып Назарбаевтан кейінгі Тоқаевтың айтып отқан жаңа Қазақстанды осылай кете беретін болса, ешқандай Қазақстанда өзгеріс болмайды. Осы жығылған қалпында қала береді. Халық өзі тыныштанып малдарын шығара алмай жатыр, ана жаққа қарай. Ана жаққа мал жаю керек. Қазір малдар түнеп жатыр далада, алыста өте қар, ит-құстан жеп кетіп жатса, жоғалып кетіп жатса, батпаққа батып жатса, кім жауап береді осыған? Халық өзінің күшімен өмір сүріп жатыр. Осыған жауап беріңіздер. Тезірек қолға алыңыздар. Mana maçlarda tuğlu olsaydı tırak alıp dönecek. Ya. Ya senin ya. Балабақша қызметкерлеріне рахмет. Осындай патриоттар билеп жатқанына. Жасыратын жоқ, көбіміздің балаларымыз, немерелеріміз телефонмен өсіп жатыр. Басқа амалымыз жоқ болса қазірше, ендеше соның ішін қазақша дүниемен толтырып тастады. Қазақтың ертегілері, батырлар жыры деген сияқты дүниенің бәрін шығарып, мультфильм шығарып, оған арнайы қаражат бөліп толтырып тастаса, қазақы дүниені көрсе, соның тілін, соның мінезін сіңіріп өседі. Одан келесі мәселе мына дінімізде дәстүрлі тарихи мектебімізге қайту мәселесін көтергім келеді мен. Яғни заң жүзінде бұның бәрін кәдімгідей өз орнына қойып реттеп тастау керек. Яғни айтуымыз керек, біздің жолымыз ол Қожа Ахмет Яссауи бастаған, бабамыз бастаған, кешегі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бабаларымыз жүрген, кешегі Абай, Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім аталарымыз түйіндеген ар ілімі деп атаған жол, сол біздің қазақтың діни жолы сол. Тіпті мен ойлаймын, мектептерде болашақтарда сол ар ілімі деген тақырыппен бәрінен оқулық жазылып, жоғары сыныпта сол оқылмайды. Сонда балалар мектепте жүрген кезде имани, психологиялық білімдердің бәрін алып шығып, өзінің адам болмысы неден тұрады, адам деген кім бұл, жан деген не, рух деген не, мысалы, нәпсі деген не, бәрін түсініп өсетін болса мектепте. Ол ары қарай оның жаңағы азғыруынан, әлем сынақ өмірдегі көптеген қиындықтардан өздерін сақтап қалады деп ойлаймын. Пост не всем понравится, но постараюсь донести мысль. Господа славяне, русские, украинцы, все, кто проживает в Казахстане, кто славянский, пожалуйста, я вас очень прошу, я вас прям умоляю, давайте мы будем выкладывать нормальный контент о том, что нас никто здесь не угнетает, что у нас все нормально, что, все у нас в порядке. Почему? Потому что сейчас мне скинули новость, которая распространяется на территории Российской Федерации. Я работала 1,5 года в Москве в нормальной компании, меня пригласили как специалиста, и там многие ребята в связи с военными действиями не выехали, они категорически не поддерживают. Но население бывает разное. Я сама вижу, как у нас многие блогеры реагируют на фейки, пытаются оправдаться, то есть специально людей стравливают между собой. Пожалуйста, если вы ведете блог, если вы создали аккаунт там, для кондитерки, для мастера вы по дереву, не знаю, подушки шьете, похрен, чем вы занимаетесь, извиняюсь за маты, выкладывайте о том, что все здесь хорошо. Будем надеяться, что российская сторона, там, другие страны будут это видеть, что наши власти, пожалуйста, Господи, к властям еще обращаюсь, не знаю, смотрите, вы проверяете это или нет, начните уже, пожалуйста, контролировать социальные сети каким-то образом. Я понимаю, что это звучит страшно, но такое количество ботов и фейков на территории и Министерства коммуникации, там, кто там сидит, вы чем занимаетесь, вы, сейчас идет реальная информационная война, и Казахстан не должен ее проиграть, потому что мы живем в нормальном мире, у нас все нормально. Соседей будоражат, что нет, у нас, ненормально. И может, не дай бог, произойти какая-то не очень хорошая ситуация. Люди, позитив, давайте про позитив, что у нас все окей.
Пожалуйста, славяне, русские, украинцы, не молчите. Я понимаю, что страшно такое вкладывать, что где-то кто-то вне политики, но лучше сказать сейчас, что все нормально, чем вы знаете, что у меня все нормально, и молчите. Нам молчать сейчас нельзя. Я понимаю, что, может быть, это такая у меня сейчас паника, я сейчас выложу в конце видео то, что я прочитала. Я считаю нормальным переименовывать города на территории Казахстана в казахские названия, потому что это просто нормально. Мы живем в Казахстане, нормально, что они по-казахски называются. Там Кызылжар, у нас был поселок Даниловка, теперь Алтынды. Он от этого хуже не стал. Нормальное название, золотой поселок Даниловка. Я все время задавалась, кто такой был Данил, непонятно. Люди, мы, если ничего с вами делать не будем, никто другой за нас это не сделает. Каждый должен внести свою лепту. Давайте покажем, что у нас много счастливых, нормальных, адекватных славян. Ассаламалейкум, қазағым. Бүгін емес, жалпы 2-3 күн болды міне. Қырғыз ағайындар, жалпы қырғыз парламенті. Бұдан былай кім қырғыз тілін білмейді, мемлекеттік жұмысқа алынбайды. Кез келген отырыстарда, парламенттік отырыс болсын, әкімшілікте болсын, сотта болсын, барлық жұмыстар тек қырғыз тілінде ғана жүреді. Сондай қаулы, сондай заң қабылдап отыр. Ендігі біздің емес, жалпы қазақтың арманы, мына біздің биліктегілер, айналайын ағалар, осы қаулын сіздерді қабылдасаңыздар, қорықпай, ешкімнен қорықпай, ешкімге жалтақтамай, ешкімнен сескенбей, анау Мәскеуге жалтақтап, Путин не деп қояды екен, орыс ағайынымыз не деп қояды екен деп, біздің кезімізде орыстар көзімізді ашық еді ау деген әңгімені қойып, осы мемлекеттік тілді жоғары дәрежеге қоятын уақыт келді, ағайындар. Ешкімнен қорықпай, халық бар арттарыңызда, қорықпасаңыздар, халықтың артына тығылбаңыздар, егер орыс қорқытып үркітіп бара жатса, біз ақ қорғап аламыз сіздерді, ағайындар. Қазақ қорықпайды жалпы ешкімнен. Бірақ мына қорқатынына сіздер жалтақтайды. Мына биліктегілер әлі күнге шейін осы орыс тілін алып тастауға, парламентте отырғандарға көріп отырмын ғой, 90% қазақтар. Жалпы біздің мынау мемлекеттің несі, жалпы адам саны қазір қазақтың үлесі қанша пайыз, 75-80%-ға жетіп қалды енді. Жалпы негізгі мына Біріккен ұлттар ұйымының заңы бойынша қай мемлекетте бір ұлттың саны 60% болса, 60% болса, сол мемлекет бір ұлтты мемлекет болып саналады деген. А біздікі қайда баяғыда 80-ге жетіп кетті қазақтың саны. Енді бар арамызда кейбіреулер бар ғой, мына сумилар бар, қазақтар әлі жаңадан 10 миллионға жетті дейтіндер бар, ана бір қатындар шығып отыр ғой, біз қазақ 8-ақ миллионбыз деп шығып отырсыз. Айналайын, сен 8 миллион болсаң, сен автоматты түрде Біріккен ұлттар ұйымының несі бойынша сен автоматты түрде мемлекеттігінен айырыласың. Сол айтқандай біздің баяғыда 2009 жылғы санақта біз естігенбіз, осылай 73%-дан асып кетті қазақтың саны. Одан бері 2009-дан бері қанша жыл өтіп кетті енді. Көшіп кеткен орыстар бар, басқа ұлттар бар, көшіп кеткен Қазақстаннан. Не келіп жатқан оралман ағайындар бар. Біз уже 80% болып қалдық деп ойлаймын енді, өзім жалпы. Бірақ мына санақты да кішкене жасырын не қылып, қазақты төмендетуге тырысасыздар да. Көп сөзбай ақ қойып, осы мемлекеттік тілді өзінің деңгейіне, жоғары деңгейіне жеткізетін уақыт келді. Осы қарарды, осы заңды қабылдасаңыздар. Мемлекеттік тілді білмеген адамды жұмысқа алмаймыз деп, осы жай ғана осы бір заңды қабылдай салсаңыздар болды, мемлекеттік жұмысқа алмаймыз деп. Болды, мәселе осымен бітті, шешіледі. Жылда бір жыл 5 миллиард бөлдіңіздер қазақ тілін, мемлекеттік тілін дамыту үшін. Бір жылдар 15 миллиард бөлдіңіздер, құрыдан қанша ақша босқа кетті. Ол ақша жұмыс деген жоқ қой, ұстағанның осында кетті көбі. Ұрлағаны бар, тағы бар, енді айтпай ақ қой оны. Орыстағы жалтақтай берудің қажеті жоқ. Бұл орыс деген, орыс жалпы
енді осы 40-30 жылда уже өстіп құрып бітетін халық қой бұл. Келешегі жоқ халық. Бір жылда 1 миллион халқынан айырылды екен. Таза орыстың өзі. Енді сіздер содан қорқасыздар да. Жалпы Серікжан Біләш айтқандай, дүниеде соңғы орыс қалса да біздің қазақтың чиновниктері несін балаларын орысша оқытады дегендей. Әбден мазақ болып болдық. Өзіміздің мемлекетте, өзіміздің тілде сөйлей алмай, қорқып. Сол ағайындар. Жалпы мына парламенттегілерге айтатын, осы қарарды қабылдасаңыздар екен деймін. Істеріңізге сат билік. Бірақ алдыңғы парламенттегілерден қарағанда мына кішкене алға жылжу бар деп ойлаймын. Керек парламент отырыстарын анда-санда көріп боламын. Кішкене қазақ тілін талап етулеріңіз көбейіпті. Баяғыда Қазбек Иса ағамыз ғана талап ететін ғой. Қазір оған 2-3 адам қосылып, жалпы мына спикердің өзі де қосылып отыр. Ағайындар, тәуекел қылыңыздар. Аллаға тәуекел қылсаңыздар, еңбектеріңіз еш кетпейді. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Амина. Так, говорим. Ораза. Қабыл болсын. Маме. Молодцы. Бүгін жұма. Осы жұманы қазіргі мынау заманауи намазқандар, сақалдан балдар, бір тегі құдіретті күн қылыпты. Жұма күндері жерелердің бәрі топыған су басып, қырылып, елдің бәрі астан тексен шығып атқанда жұма күні тоқтап қапты да барлық қасиетті күндердің бәрі осы жұма күнінен басталады екен. Енді бір сөздерді айтқан кезде періштелердің бәрі жерден көктен де түсіп, жерден де шығып, сол адамға қызмет істейтін болыпты. Алла жайына қалсын, жұма күнінің құдіретіне жете алмай қапты. Енді осы жұма қаяқтан шықты? Түркістаннан шыққан Үйсіннің қанзадалары Омар, Әубәкір, Османдар Арабияда атпенен жүріп, жаяудың тәңірісі аттадан деп сояқта билік құрып жүргенде, қазірде билік құрады ғой, жаяудың үстіне құрған. Солар ана Мұхаммед пайғамбардың мойнында атып, Тәңірдің 99-шы аты Аллах деп ат қойып, 50 рет күніге ләйлақашын айттырып, кейін тілдері сынып, адам қатарына қосылған кезде 5 рет айттырып, содан бас қосады айтады, белгілі бір күнге белгілейік, мыналар тексеріп тұру керек, не айтқандан бәрінің басын қосып, бірінің құлағы біріне естісін деп. Содан енді бұлар азан шақырған кезде есекте қоса ақыра берген кезде, көміна есек бір қуалап жүріп басып кетер дейді да, жаңағы ненің қамыспенен жан-жағын қоршап қояды, ол кезде мес жоқ. Қазақ өздері қазақ тігіп қанзадалар. Билік қолында ғой, не істеймін десе де. Сөрде барып отырады, қамшыменен жаңағы тексеріп, желкелерінде тұрып кейбір топастардың. Жұма намаздың ешқандай қасиет жоқ, ол жай күн, қасиеттің бәрі ана қамшыда болып тұр. Қазақтың қамшысы әкелерін таныстырып, сол жұманы қасиетті күн қырып, шырқыратып әкеп әлі күнге дейін жүгіртетін ана қаққан соққан қайыршыларды. Соны енді қай күнді аламыз дейді. Оны айтады, демалыс күні дейді. Жексенбі Иса пайғамбардың үмбеттерінің күні. Онда суббота сенбіні аламыз дейді. Сенбі ана Мұса пайғамбардікі деді, арада дұл ана мына бытық исқи әңгімеді ғой. Содан кейін барып араға күн салмай қосу, жұма күнді белгілейік дейді. Бопты дейді, содан жұма күн жұма намазына белгілеп қояды. Ода ешқандай қасиетті ештемеде жоқ. Ана қаққан соққандардың басын қосып тілін сындыру. Біздегі мына кейін мешке бұрында қазірде бармайды ғой. Бай оқыған ешқандай адамдар бармайды. Кезінде осыдан бір 100 жыл бұрын татарлар, орыстардың жіберген мына мұсылманғы деген татарлар кеп молда болған кезде, ол кезде де бармайтын. Татар бар жерде қатер бар деген сөз содан шыққан. Қаққан соққандар жинап, әйтеуір қайыршыларды жинап намазға үйреткен. Оның ешқандай естеріңді жиыңдар.
Так, еще раз ассалам алейкум. Я расскажу условия вам по-простому. На таком примере, что требуется с вашей стороны, вы вносите сумму, например, $100, или 45 тысяч тенге, или 1 миллион узбекских сум, или манат, или таджикский сом. Неважно, какая валюта. Расскажу на примере доллара. То есть вы перевели $100. Я начинаю торги с этой суммы. Всю сумму я никогда не ставлю, чтобы не было риска. Ставлю всегда половину, например, $50. Сделка совершается, и мы получаем с $50 уже 75 и так далее. Я уже ставлю $75, и с 75 получаем 120, например, долларов. И поставив так сделать 5-6, мы получаем в конечном итоге долларов 600 или 800. Всегда по-разному. И вы отправляете мне свою карту и получаете данную прибыль. И если вы уже хотите облагодарить меня, то отправите мне сами какую-то сумму. Если нет, то нет. Все на вашем усмотрении. Ну и в следующий раз вы можете со мной поработать через неделю еще раз. Сами понимаете, желающих много. Вот, как-то так. Теперь вы мне напишите, с какой суммы вы готовы начать. И мы уже будем с вами решать, когда приступим к работе. И если все-таки остались какие-то вопросы, спросите, я отвечу.